Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді әрі ерекше тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі сондай керемет болып шығады. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте дәмді болады және де заттары қолжетімді. Ең алдымен салмасын жасаймыз. Ол үшін тартылған етке қайнатылған күріш және де бір пиязды тұз бұрышын дәміне қарай салып жақсылап араластырамыз. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты әрі ерекше рецептілермен бөлісетін боламын. Келесі бізге болгар бұрышы қажет, 4 немесе 5 дана жетеді. Тазалап жуылған болгар бұрышын ішіндегі ұрығын алып тастайтын боламыз. Ол үшін таза ыдыс қойып, тең ортасынан бөліп шығамыз. Бұл рецептпен 4 адамға арналған порция болып шықты. Егерде адам саны көп болса, еттің де мөлшерін және де болгар бұрышынан тағы да 1-2-3 туғын қоссаңыздар болады. Мінекей дәл осы видеодағыдай тазалап шығып дайындап алатын боламыз. Бұрышымыз дайын. Енді үстіне начинкамызды саламыз. Тағамыздың подливасына кірісеміз. Ол үшін пияз, чеснок және де жарты болгар бұрышы, сәбіз және капуста қажет. Ең алдымен қызып тұрған табамызға сұйық майды қосып, пияз бен сарымсағымызды жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген бір дана сәбізімізді салып, тағы да қуырамыз. Бір немесе 2 дана болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Мен жарты болгар бұрышын қосып, ұзынша қып турап, осылай сәбізден кейін салып аздап қуырдым. Енді үстіне капустамызды салып, тағы да қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және түрлі дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Томат пастасынан 1 шай қасық қосып, тағы да араластырып, үстіне салқын судан құйып шығамыз. Және де 5 минуттай бұқтырып алатын боламыз. Толықтай пісірудің қажет жоқ. 5 минуттай баяу отта бұқтырып алғаннан кейін
Духовкамыздың табасына осылай салып шығамыз. Подливамызды орналастырдық. Енді үстіне болгар борышы мен начинкасын орналастырып шығамыз. Арасын өте жақын қоймаңыздар. Бетін пергамент қағазын сулап және де қолымызбен осылай жұмсартып алып, толығымен жауып шығамыз және де ең сыртынан фольга қағазымен жауып шығатын боламыз. Шет-шетін жақсылап бекітіп, ауа кірмейтіндей жабамыз да қызып тұрған пешімізге 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей 45 минуттан кейін тамағымызды алып шығып, үстіне үкіштен өткізілген сырды осылай қойып шығамыз. Барлығын сеуіп болған соң, беті ашық күйінде духовкаға 10 минутқа тағы да салып шығамыз. Бізде сыр еруі керек. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Бұл тағамға начинка ретінде өздеріңіз қалаған затты пісіріп қойсаңыздар болады. Картошкадан пюре немесе қайнатылған күріш, макаронды да гречканы да салып жанына ұсына бересіздер. Мен күрішті пісіріп алып, осы үстіне подливасын құйып ұсындым. Мінекей достар, өте оңай жасалатын әрі ерекше тағаммен отбасыларыңызды қуантқыларыңыз келсе, осы рецептімен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Мінекей сіздерге фарштың ортасында кесіп көрсетейін. Ортасы біркелкі піскен, ешқандай шикі болмады және де өзінің балғындығы сақталып қалған. Каналымызға қолдау көрсетіп, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңа рецептілерді жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Альмира, ас болсын!